Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен бірге жаркое дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Бұл тағамның жасалу жолы өте оңай, құрамы қолжетімді. Бізге бар болған 3 ғана зат қажет. Олар картоп, пияз және ет. Мен бұл жерде сиыр етін алдым, ал сіздер өз таңдауыңызбен жылқы, қой немесе тауықтың төс етін, аяқ сандарын алсаңыздар болады. Етімізді суы тартылғанша қуырамыз. Суы тартылып болған соң оның үстінен пиязды салып, пиязды жұмсарғанша қуырамыз. Бір дана сарымсақ қоссаңыздар да болады. Томат пастасын қуыру үшін арнайы табадан осындай бөлек орын дайындап аламыз. Томат пастасын бөлек қуыру маңызды. Егер сіз томат пастасын бірден тамаққа салып араластыратын болсаңыз, тамағыңыздан қышқыл дәм шығатын болады. Сол үшін томат пастасын осылай кемінде 1-2 минут қана қуырсаңыз жеткілікті. Енді картопты қосамыз. Ет пен картоп құрғақ болып қалмас үшін бір шанаяқ су құйып жіберіңіздер және дәміне қарай тұз бұрышын қосуды ұмытпаңыздар. Қазанның бетін жауып, ет пен картоп піскенше жай отта 30-40 минутқа қалдырамыз. Сиыр етімен жасалған жаркоямыз дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Арайлым.